Отырыңыз. Мерзіміңіздің 5 жылын өтедіңіз. Бостандыққа шығуға лайықтымын деп ойлайсыз ба? Иә, қателігімді түсіндім. Мердігерден көп ақша алғым келді. Қателестім. Енді бұл қайталанбайды. Осы жерде одан әрі қала алмаймын. Менің ісім бойынша оң шешім қарастыруыңызды сұраймын. Отырыңыз. Сіз мерзіміңізден 10 жылды өтедіңіз. Түзелдім деп ойлайсыз ба? Иә. Ешқандай ақша қараңғы түрмеде отыруға тұрмайды. Отбасынсыз, туыстарсыз, қоғамсыз өте қорқынышты. Парадан кім жақсы болып кетті? Мен іс жүзінде өмір ұрладым. Өзімнің ғана емес. Жақындарымның да. Пара алу, беру бұл күнә. Бұдан әрі болған ешқашан бармаспын. Отырыңыз. Сіз мерзіміңізден 12 жылды өтедіңіз. Түзу жолға түстім деп ойлайсыз ба? 12 жыл. Мен үшін бұл мәңгілікке созылды. Ұлым менсіз алғашқы мүшел жасын атап өтті. Қазір қандай болу өзгенін де білмеймін. Кездесуде оған айтар сөзімді дайындаудан шаршадым. Қазір қандай екенін де білмеймін. Бірақ ең алдымен оған әкесінің не себептен оны балалық шағынсыз қалдырғанын түсіндіремін. Сыбайлас жемқорлықтың не екенін және ол адамдармен не істейтінін түсіндіремін. Балам мені кешіреді деп үміттенемін. Сыбайлас жемқорлықпен ұсталған азамат жазасын соңына дейін өтейді.